Биыл ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл. Қазақ руханияты мен мәдениетінде өшпес із қалдырған Абайдың мұрасы әр буын үшін баға жетпес қазына. Оның философиялық ойлары, өлеңдері мен қара сөздері бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Осыған орай қала тұрғындары арасынан сауалнама жүргізіп, Абайды қаншалықты танитынын бірге білетін боламыз. Ибрахим 1845 жылы августтың 13 күні. 45. Сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. 19-шы қара сөз: адам ата-анадан есті болып тумайды, естіп, көріп, сезіп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды меңгереді де, содан өзіне қажетін алады дейді. Жалпы қай қара сөзін алып қарасақ та, қай бір өзінің жаңағы өлеңдерін алып қарасақ та, үлкен сабақ, өмірге үлкен септігін тигізеді. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп.